Қордай тақырыбында қазақтар тағы екіге бөлінді. Дұрыс болды деушілер мен дұрыс емес деушілер. Қолдаушылардың көбі қазақ тілділер де, дүнгендерді қорғаушылардың көбі орыс тілділер. Сайып келгенде халықтағы қазақ тілді қазақтар мен орыс тілді қазақтар болып екіге жарылды. Осыдан ақ көруге болады, халықты бөлуші негізгі фактор ол тіл. Орыс тілділердің айтатыны жаман ұлт жоқ, жаман адамдар ғана болады. Тек сол жаман адамдардың ғана ұстап жазалау керек еді, басқасына тиіспеу керек еді деп жатыр. Бала шағасын жылатты, үйін өртеп, қаңғыртып жіберді дейді. Ермек Тұрсынов та осылай жазып жатыр. Мен сыйлайтын посттарын үзбей оқитын, тыңдайтын басқа орыс тілді тұлғалар да осылай жазып жатыр. Жалпы дұрыс қой. Оны қазақ тілді қазақтар да біледі. Қазақ тілді қазақтар оны білмейтіндей ақымақ емес, топас та емес. Басқа ұлтта өші қалған жауыз да емес. Кез келген қақтығыста тікелей қарсыластардан басқа қақтығысқа қатысы жоқ бейбіт халық зардап шегеді. Дұрыс емес. Қолдамаймын. Амал қайсы, қақтығыс табиғаты солай. Тарих солай. Бірақ орыс тілділер бір нәрсені түсінбейтін себебі олар қазақ тілділердің аяқ киімін киіп, ол жүріп өткен жолымен жүріп жүрген жоқ. Оның шалынған тасына шалынып жүрген жоқ. Ол не? Ол тіл мәселесі. Өз жеріңде, өз еліңде жүріп, басқаларға өз тіліңде сөйлей алмау, айтайын дегеніңді оларға жеткізе алмау, олардың айтқандарын түсінбеу қандай қорлық десеңші. Қандай сорлылық екенін орыс тілділер түсінбейді ғой. Ауылдан Алматыға келгенде ең қиналатынымыз тіл мәселесі болатын. Дүкенге бара жатып, қазір сатушыға сұрайтынымды қалай жеткіземін? Ол қалай деп жауап береді. Оған мен қалай деп жауап беремін деп дүкенге жеткенше ішімізден 10 қайталап, орысшасын іздеп баратынбыз. Артық ақшаны жеткізбей берсе, оны айта алмай қанша рет желініп қайттық. Шаштаразға бара жатып та, какая прическа десе, не деймін деп ойланбайтынбыз. Просто укоротите дейтінмін. Орысша білетін біреуден сұрап, жаттап алған сөзімді. Бұдан басқа сөздер айта қалса, отырғаның түсінбей, шашқиғаны ұнамай тұрса, оны айта алмайсың. Үндемей іштен тынып отыра бересің. Сөйтіп өзіңе ұнамаған шашпен қайтасың үйіңе. Орыс тілді біреумен сөзге келіп қалғанда, ол орысша айтып тастайды. Жауап беруге тілің жетпейді. Содан орысша сөздік қорың жетпей, сөзден жеңіліп, ішің қанжылап үндемей кетіп қаласың. Не жұдырғала жүгіресің. Екіншісіне сен кінәлі болып, әрине шыға келесің. Бұдан басқа жерлерде де осылай есеңді жіберіп, біліп тұрсаң да айта алмаған соң оларға түк білмейтін топас баран болып жүресің. Міне, тұрмыстың барлық саласында да осылай болды. Көпшілік жағдайда әлі де солай болып қалып отыр. Алматыдағы кез келген мекемеге кіріңіз, добрый день деп қарсы алады. Банктер, сауда үйлер, тағысын тағы. Ермек ұлтына қарамай ауылдағы балалардың барлығы дос болдық дейді. Сол Костя, Мұстафа, Рудиктілердің қайсысы Ермекпен қазақша сөйлесіпті? Интернационалист болу орысша сөйлеу ме? Гер ағаны бар қазақ сыйлады, жақсы көрді деп отыр. Не үшін жақсы көрді? Не үшін сыйлады? Өткені ол қазақты құрметтеді, қазақтың тілінде сөйледі, тарихын, әдет ғұрпын білді, сыйлады. Жергілікті тілді не уақытша келген қонақтар, не сол елді басып кірген жаулар, не жарместер ғана білмейді дейді. Қазақстанда туып өсіп жатқан диаспора қонақ емес. Арасында ақымағы бар шығар, бірақ барлығы ақымақ емес. Сонда кім болды олар? Жау ма? Қазақтың жерінде туып өсіп,
ауасын жұтып, суын ішіп отырып, қазақтың тілін, тарихын, ғұрпын сыйламаса, қазақпен бір елміз, отандаспыз деп сезінбесе, күштісіне жағынып, басқасына адам құрлы көрмесе, оған қазақ қалай қарауы керек? Ермек қазақпын десе, неге жазарын қазақша жазбайды? Басқаға үлгі болмайды. Өйткені ол қазақстанец қой. Оған қазақ керек емес, оқырман керек, көрермен керек. Қазақ тілді қазақ неге өз елінде екінші сортты адам болып отыр? Өйткені заманауи үлкен бай кәсіпорындардың, мекемелердің көпшілігі орыс тілді алпауыттардың қолында. Қызметкерлердің көпшілігі қазақ болса да, ол жерлердегі негізгі тіл ол орыс тілі. Өйткені басшылары орыс тілділер. Өйткені басшылары билікке жақын адамдар. Өйткені билік орыс тілді. Билік басындағылардың кейбіреулері қазақша біледі, сөйлей алады, бірақ іс жүзінде сөйлемейді. Білгеннен не пайда қолданбаған соң? Биліктің жағымпаздары да биліктің тілінде сөйлеуге тырысады. Олар үшін ұлт керек емес, тіл керек емес. Анау сақалды жағымпаз ұлтшыл деген басқа ұлтты жек көретін адам депті. Тіл сала құлаш болғанымен ақылы аз екен. Өз ұлтын басқалардан жоғары қойып, басқа ұлтты жек көретіндерді шовинист демеуші ме еді? Шыл, шіл жалғауы ежелгі гректің фил жалғауы сияқты. Бір нәрсені жақсы көруді білдіреді. Ұлтшыл, ұлтын жақсы көру. Әңгімешіл, әңгіме айтқанды жақсы көреді. Көпшіл, достарын, туыстарын тартып, солармен бірге болуды, қызықты бірге көруді қалайтын адам. Осыны білмейтін адамның депутат болып отырғанына таңым бар. Қазақстанда бір ғана ұлт бар. Ол қазақ ұлты. Қалғаны диаспора. Олардың жерін қазақ жаулап алған жоқ. Олардың Қазақстанның сыртында өз тарихы, отандары бар. Әртүрлі себептермен қазаққа келіп қалып қойған. Қазақ оларды ешқашан қуған емес, кемсіткен емес. Көп ұлтты деп Ресейді айтуға болады. Өйткені оның құрамында өз тарихы отанында тұрып жатқан ұлттар бар. Мысалы шешендер, қарашайлар, чукчалар және басқалар. Бізге дәп қазір интернационалист болғаннан ұлтшыл болғанымыз дұрысақ. Интернационалист болып көрдік қой 70 жыл. Орыс болып кете жаздадық. Әлі құтыла алмай келеміз. Ұлтшыл болу ол өз ұлтыңды сүю. Ұлтшыл болу өзге ұлтты жек көру емес. Шатастырмаңдар. Қазақты бөліп тұрған тіл болса, қазақты біріктіретінде ол тіл. Ол үшін бір тілде сөйлеуіміз керек. Қазақ тілінде. Өйткені біз қазақ жерінде, қазақ елінде өмір сүріп жатырмыз. Бір үйде тұратын бір отбасының адамдары әртүрлі тілде сөйлесе не болмақ? Қазақ тілінде қазақтың классиктерін оқымаған, әнін, күйін сезініп өспеген адам қазақтың жанын түсінбейді. Ондай адам мен қазақтың арасында көзге көрінбейтін кедергі тұрады. Кедергі тұрған соң, олар бір тұтас бола алмайды әрине. Бөтен болады бір-біріне. Қанша жерден бір-біріне жақын тартқысы келсе де. Диаспора. Өз тарихи жерінде жүрмеген соң кемедегінің жаны бірдеп бір-бірін жақын тартып, жинақы, оқшауланып жүреді. Олар қазаққа қарағанда өздеріне ғана сенеді. Қазақ өз елімде жүрмін ғой деп босаң жүреді. Өз үкіметіне сенеді, үкімет өлтірмейді деп. Бірдеңе болса, үкімет қайда қарап отыр дейді. Үкіметке, көкеге, бәкеге, сәкеге сеніп алған бұл қазақ. Тек өзіне емес, біздің осал жеріміз осы. Көпшілік әлі де осылай аузын ашып жүр. Диаспора өзіне ғана сенгендіктен пысық, және олар жатпайды.
еңбек етеді, өз жағдайын өзі жасайды, және солай байиды. Билігі барлармен байланыс орнатады. Билік орысша сөйлеп тұрған соң оларда қазақ тілін керек етпейді. Билікпен байланыстың арқасында кереген заңды жолмен де, заңсыз жолмен де алады. Соңғысын көрген қарапайым халықтың ашу ызасы туады. Бірақ оны билік өкілі қолдап тұрған соң үндей алмайды. Іштен тынады. Жылдар бойы осылай жинала береді. Содан бір күні бұрқ ете түседі. Әсілі, әркім өз-өзіне сену керек. Үкіметке сенгенді қою керек. Абай айтпақшы, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе. Әрқайсымыз білімді, еңбекқор болсақ, соның арқасында жағдайымыз дұрыс болар. Онда ешкімнің біздің тілді білгенінде, ғұрпымызды сыйлағанында күтпес едік, керек те етпес едік. Олардың өздері ақ бізді құрметтер еді. Онда мұндай әділетсіздікте азар